Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін үй жағдайында өте оңай дайындалатын, духовкада пісетін пирожки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер, үйде бар ингредиенттер. Барлық ингредиентті видеоның астында описание бөлімінде жазып қоятын боламын. Терең ыдысымызға жылы су және де жылы сүтті құямыз. Үстіне шамалы өлшенген сұйық майда және де тұз. Ашытқыны шамалы қант салып араластыратын боламыз. Барлығын толықтай араластырамыз. Біздің дрожжи толықтай араласқанда көз жеткізуіміз керек. Біз кейіннен жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды саламыз. Жайлап илеп бастаймыз. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Дайын болған қамырдың бетін жауып, шамамен бөлме температурасында 1 сағатқа жуық көтерілгенін күтетін боламыз. Яғни біздің қамырымыз ашуы керек. Оған дейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен картошканы суға қайнатып пісіріп алдым. Және де пиязды кубиктап турап, қалауыңызға қарай тұз, бұрыш, әртүрлі өзіңізге ұнайтын приправаларды салып, пиязды қуырып алатын боламыз. Піскен картошканы еземіз. Картошканы жұқа етіп турадым, тезірек пісіп кетуі үшін. Езілген картошканың үстіне жаңағы дайындаған пиязды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің уже салмамыз дайын. Қамырымыз да көтерілді. Шамамен 40 минутта менде қамыр көтерілді. Жылы жерге қойсаңыздар, қамыр жылдам көтерілетін болады. Шамамен 60 граммен барлық қамырды бөліп шықтым. Біздің пирожкиларымыз біркелкі болуы үшін негізі таразыны қолданған дұрыс. Менде каждый қамыр 60 грамм. Оқтаудың көмегімен жаймалап жаямыз, немесе саусақтарымыздың ұшымен басып, қамырды жаймалаймыз. Ортасына салманы салып, екі жағын әкеліп, бір-біріне жақсылап жауып, мықтап қолымызбен басамыз. Ашылып кетпеу керек піскен кезде. Және де жапқан жаңағы пирожкидің жабылған жерін астына қаратып орналастырамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Духовканы міндетті түрде алдын ала 175-170 градуста қыздырып қоятын боламыз. Қызып тұрған духовкаға салып, шамамен 30-35 минут қызарып піскенге дейін күтеміз. Біздің пирожкилеріміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай, жұмсақ, өте дәмді болып шығады.